Қорытындысының жалпы тақырыбы қазақ әдебиетінің жарқын келешегі деген тақырыпта. Қазақ жазушылары өте ғажап, бірінен бір өтеді. Мен соны кез келген кісінің алдында айта аламын. Өйткені олар қазаққа болсын деп жүр, халыққа болсын деп жүр. Халықтың өркениеті дамысын деп жүр. Біз сол үшін де сіздерге бүгін қайтан рахмет айтамыз. Аман жүріңіздер бәріңізді. Қош келдіңіздер. Мына біздің барлық облыста филиалдарымыз бар. Сол филиалдың директорлерінің бәрі осында келіп отыр. Өкілдерінің бәрі келіп отыр. Сонымен бірге сол облыстардан бірнеше жазушылар арнайы осы жиынға қатысуға келіп отыр. Бүгінгі жиналысымыздың қазақ әдебиетінің жарқын келешегі деген үлкен жиналысымызда біз бірнеше баяндамалар тыңдаймыз. Соның ішінде 3 баяндаманы бөліп айтқым келеді. Анар келді ме екен? Анар біздің тіл білімі институтының директоры Анар баяндама жасайды. Өйткені Анар көптен бері осы қазақ көркем сөзін зерттеп бір жүйеге түсіріп жатқан институттың директоры. Сондықтан ол кісі сөйлейді. Ол бірінші баяндамамыз, бір сөйлейтін сөзіміздің басы. Бір тағы бір жиналысқа баратын болғандықтан оны бірінші айтып отырмын. Екінші, кітап тарату жөнінде қазіргі жаңалықтар қандай болып жатыр? Мына бізде қазақ жазушылар, сосын аздап орысшылау, тіпті ағылшынша болып кеткен жазушылар бар. Солардың көзқарасы, солардың мына кітапты таратуға деген ойлары бөлек. Сондықтан оған Бектұр деген азамат баяндама жасайды. Бектұр келді ғой? Бектұр бар ма? Сосын үшіншісі жасанды интеллекті. Жасанды интеллектінің кейбір нышандары, кейбір мақалаларда, кейбір біреудің сөздерінде, біреудің рецензияларында байқалып қалып жүр. Яғни жасанды интеллекті бізге де керек деген сөз. Осы үшеуі ерекше бүгін айтылып өтетін әңгіме деп есептеймін. Содан қалғаны мына әр секция бойынша баяндамалар жасалады. Біз биыл шетел әдебиетімен байланыс бөлімін аштық. Сол байланыс бөлімін біздің Қанат Сәнік деген азаматымыз басқаратын болады. Қанат Сәнік бизнесмен, Зейнолла Сәніктің баласы, меценат, ылғи бізге көмектесіп жүретін азамат. Сол енді өзі қытайша жақсы біледі, ағылшынша біледі, басқа да тілдерді біледі. Сондықтан осыған сол кісіні шақырдық, ол келісіп отыр. Қазір қағазды ұстап алып баяндама жасамаймыз. 10 минуттық бейне шолу бар. Сол біздің 25-ші жылы Қазақстан Жазушылар одағының істеген жұмыстарын көрсетеді. Содан кейін барып, жаңағы әңгімеге көшеміз. Оның ортасында марапаттарымыз бар. Мына біз қазақ жазушыларына бір нәрсе айтқым келеді. Мына жиналысқа жинауға келгенде бір қиналамыз. Жазушы жоқ сияқты. Екіншісі, сыйлық берген кезде тағы қиналамыз. Жазушы көп сияқты. Ғажап. Сондықтан да бүгін біз тағы да біраз адамға ризалығымызды білдіріп сыйлық тапсырамыз. Оның ішінде ертөстік деген жаңа сыйлық бар. Ертөстік деген. Сосын ойлаймыз. Шапан жабудан шаршадық. 60-қа келгенде де шапан жабасың. 70-ке келгенде де шапан жабасың. 80-ке келгенде. Соны бір өзгеріс жасайық деп біз биылдан бастап, келесі жылдан бастап қойды. 60-қа келген адамның бір сыйлығы болады. Ол қола қалам. 70-ке келген адамның бір сыйлығы болады. Ол күміс қалам. Сосын 80-ке келген. Оны әрине жұрттың бәріне жапа-тармағай таратпаймыз. 60-қа келгеннің ішінде ең мықтысына береміз. 70-ке келгеннің ішінде ең мықтысына. 80-ке келгеннің ішінде ең мықтысына береміз. Қазір оның да презентациясын көрсетеміз. Сонымен қош келдіңіздер. Енді экранға назар аударыңыздар. Біз көрсетпесек шығарып. Қазақстан Жазушылар одағы ұлттық әдебиеттің дамуына, қазақ тілінің рухын көтеруге, рухани мұраны сақтап қалуға үлкен үлес қосып келе жатқан тарихи ұйым. Кейінгі жылдары Жазушылар одағы